Алло, полиция, мында атыс болып жатыр, көмектесіңіздер. Кез келген уақытта, кез келген жерде қандай жағдай орын алуы мүмкін екендігін ешкімде болжай алмайды. Бұл әдеттегідей бейбіт күндердің бірі болатын. Студенттер сабақтарына кірісіп, тыныштық орнаған сәт еді. Қаруланған қылмыскерлер адамдар көп шоғырланған жоғарғы оқу орындарының бірінде қарулы шабуыл жасауға бағытталды. Көшеде қаруланған қылмыскерлерді көрген адамдар болғанымен, оған бейжай қарап көңіл бөлмеген. Нәтижесінде ол діттеген жеріне еш кедергісіз жетіп, бейкүнә адамдарға қарулы шабуылын жүзеге асырған. Бұндай жағдайда алғашқы іс-қимыл алгоритміне сәйкес, кез келген адам келесіде әрекеттерді жүзеге асыра білуі қажет. Атап айтқанда, қылмыскерлерді көрген адам немесе күзет қызметкері алғашқы кезекте дабыл түймелерін іске қосып, есіктерді бұғаттап, құлақтандыру жүйесі арқылы ғимарат ішіндегі адамдарға хабар беріп үлгеру қажет. Объектінің дабыл түймелері міндетті түрде полиция және күзет қызметтерімен байланыстырылған болуы керек. Бұғатталған есік бірнеше секундқа болса да қылмыскерлердің ішке кіруіне кедергі келтіреді.